Біз күнделікті тұрмыста қолданып жүрген сарымсақтың бірнеше ауруға ем екенін білесіз бе? Сіздермен бірге жаңға дау арнасы. Бұл жайында айтпас бұрын видеоны соңына дейін көріп каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ресейде сарымсақ 7 түрлі ауруға дауа десе, Англияда ең мықты дәрігерге сарымсақты сыйға берген. Онда ежелгі уақытта сарымсақ барлық аурудан құтқаратын дәрі деп саналған. Ол түрлі удан, жыланның уытынан, жабысқақ оба ауруларына ем болатын сақтандырғыш құрал ретінде қолданылған. Қысқы уақытта, әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға оралатыны сарымсақ. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуден басқа, сарымсақтың тағы қандай қасиеттері бар екенін бірі білсе, бірі білмейді. Дәлірек айтсақ, сарымсақ демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Сарымсақ асқазан ішек жол ауруларына ем. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтың тітіркенуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Сонымен қатар сарымсақ варикозға да ем. Бұл қан ағымын тоқтататын, қан ұюдың пайда болуына жол бермейді. Сарымсақты ұзақ уақыт қолдану тамырлардағы қан ұюдың 50%-ға дейін жақсаруына әкеледі. Ол үшін күніне 2 түйір сарымсақ жеу жеткілікті. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға көмектеседі, сүйек майларының азаюын болдырмайды, остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. Сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышымақ отырды, бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сығылған сарымсақ шырыны мен зәйтүн майын тең мөлшерде араластырып, құлаққа тамызуға болады. Сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Оның құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен бірге сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді кетіре аламыз. Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.